Айжан Байзақова әнші, актриса, спортшы, өз уақытында қазақ қоғамын түрлі істермен шулатқан блогер. Ол әнші де, блогер де болды. Түнгі клубта қыздарды шешіндірді. Өзі де жартылай жалаңаш сахнаға шығып көпшіліктің назарын аударды. Тіпті бірнеше рет заң бұзып қамауға да алынды. Алайда қазір назардан тыс қалды, көпшілікке көрінбейді. Айжан Байзақова қайда, неге көрмей кетті? Осы видео арқылы толық ақпарат аласыздар. Достар, көпшілігіңіз біздің арнаға жазылмай видеоларымызды көреді екенсіздер. Еңбегімізді бағалап арнамызға жазылып алыңыздар, себебі алдағы уақытта көптеген қызықты видеоларымызды көретін боласыздар. Ал ендеше бастайық. Байзақова Айжан 1995 жылы 16 наурызда Алматы қаласында туылған. Ол қарапайым отбасынан шыққан. Айжанның айтуынша, балалық шағында өте кедей тұрған. Үйде ағаш жағып жылытып, бөтелке өткізген кездері болған екен. Оның Жібек есімді әпкесі, Алихан есімді інісі бар. Бала кезінен ерке өскен қыз ата-анасын тыңдамайтын, көп бұзықтық жасайтын болған. Ол жастайынан спортқа қызығады. Осылайша 6 жастан бастап таэквондоға қатыса бастайды. Ал 2007 жылы Кореяға жарысқа барып, кәріс жігіттермен жекпе-жекке шыққан. Айжан 3 ай бойы Кореяда болып, спорттық жарыстарға қатысқан, тіпті ол елден жалығып та кеткен. 2009 жылы ол республикалық жарыста чемпион болады. Ал 2011 жылы Алматыда өткен қалалық жарыста да қарсыласын жеңіп тастап чемпион атанады. Таэквондодан қара белбеу иегері болған қыз, жүзу мен тенниске қатысып көрген. Бос уақытында ата-анасымен ауылға барып, ат баптаған, тіпті атқа ер тоқымсыз да міне береді екен. Бұл уақытта Айжан кішігірім роликтер мен түсірілімдерге қатысып жүреді. Бұл оған ұнайды және блогерлік саланы қолға алады. Одан бөлек кино кастингтерге де жиі қатысқан. Соның арқасында Ресейде өткен кезекті бір фильмге түсуге шақырту алған. Бұл режиссер Павел Чухайдың «Сынақ» деген киносы болатын. Өкінішке орай Айжан бұл кинода маңызды рөлдердің бірін сомдаса да фильм экрандарға шықпай қалады. Ең қызығы, ол Кока-Коланың жарнамасына түсу үшін Африкаға да барған екен. 2010 жылы Байзақова актриса ретінде Жаным телехикаясында Гука есімді қыздың рөлін сомдайды. Оның артынша Сыныптастар сериалында эпизодтық рөлдерге түседі. Өнерге қызығушылығы артқан қыз Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясына оқуға түседі. Алайда 3-ші курстан оқуын тастап кетеді. Себебі жеке өмірінде сүйіктісі пайда болады. Сұлу қыз жігітін Алматыдағы бір саябақта кенеттен кезіктіріп қалған. Жай ғана таныстықтың соңы махаббатқа ұласады. Осылайша 2014 жылы олар некелерін қимақ болады. Алайда тойға дейін айырылысып кетеді. Бұл жағдай оған ауыр тиді. Ішімдікке салынды, шылым шегуді бастайды. Ал мұның бәрін Instagram арқылы көрермендері күнде тамашалайтын. Осы уақытта ол ашық-шашық киімдер киіп әлеуметтік желіге жүктей бастайды. Осылайша көрермендер саны да күн сайын артып келетін. Мұны пайдаланып блогерлік жұмысын дамыта бастайды. Көрермендерінің көзінше ол ерніне және көкірегіне ота жасатып үлкейтеді. Бұл жағдай әрине көптің талқысына түсті. Біреулер қолдады, біреулер дұрыс емес деді. Ал Айжан Байзақова жай ғана оқырман санын көбейтіп халықты өзіне қарата алды. 2014 жылы актриса Такая Лайф атты көркем фильмде рөл сомдайды. Осы уақытта ол алматылық танымал блогерлермен бірге вайндарға түсіп танымалдылығы артады. Әсіресе Жека Фатбелимен бірге көптеген жарнамалар мен вайндар түсіреді. Және Ирина Кайратовнаның әзіл аралас видеоларында төбе көрсетеді. 2016 жылдан бастап Айжан Байзақова көпшілік жастар көретін және талқылайтын танымалдылыққа ие болды. Ол ашық киініп түскен суреттер 100 мыңдаған лайк жинайтын. Ал өзі болса түнгі клубта ішіп шегіп жүрген күнделікті өмірін көрсетіп отыратын. Бұл жағдай қоғам қайраткерлерінің, өнер жұлдыздарының назарын аударды. Көпшілігі оның жүріс-тұрысына сыни пікірлер айта бастады. 2017 жылы актер Азамат Сатыбалды продюсерлік еткен «Бір сен үшін» деген фильмде Байзақова басты рөлдердің бірін сомдайды. Фильм көрерменнің көңілінен шығып, жоғары бағаланды. Одан бөлек Салем Соушыл ұйымдастырған пранкке қатысып, қатты шок алады. Себебі Айжан мені маньяк аңдып жүр деп ойлайды. Ал маньяк жігіт алдын ала дайындалған актер еді. 2017 жылдың желтоқсан айында Айжан Байзақова тағы да қоғам назарына ілікті. Бұл жолы ол түнгі клубта ойын ұйымдастырып, қыздарды 50 мың теңге үшін шешінді. Бұл жағдай қоғамда үлкен резонанс туғызып, блогерді соттау керектігін айтып, көпшілік бейне үндеу жариялайды. Нәтижесінде түнгі клуб жабылады. Ал Байзақова 3 тәулікке қамауға алынады. Оның айтуынша қамап қойғаны дұрыс болды. Себебі үйімнің алдына мешіттен шыға салып мені ұруға келген жігіттер жүріпті дейді. Ал қамауда болған кезде әжетхана жуғанын да айтады. 2018 жылдың басында ол қайта бостандыққа шығып, отбасымен жаңа жылды қарсы алады. Блогердің айтуынша ол қамауда болған кезде клубтағы шешінген қыздарды қатты уайымдаған. Сол қыздар өздеріне қол жұмсап қояма деп түрлі жаман ойларға барған екен. Бір айдан соң Айжан Астанада өткен кезекті бір форумда сөз сөйлеп, блогер ретінде айына $15 мың тауып жүргенін айтады. Оның айтуынша кездейсоқ блогер атанған. Айжан боқау сөздер айтып тұрғанда құрбысы түсіріп, әлеуметтік желіге салып жіберген. Ертесіне оның оқырмандары лезде көбейіп кеткен. Сол сәттен бастап Айжан блогер ретінде балағат сөздер айтып, хейтерлерін келемеждеп отырған. Айжан Байзақованы бұрынғыдан да танымал еткен бұл әлем бен тобының бейнебаяны болғаны жасырын емес әрине.
2018 жылы қалауым атты ән шығарған топ бейнебаянға Айжанды түсірген. Блогер қыз осы клипте ашық түспен, әрі сексуалды биімен көпшіліктің назарын аудара кетті. Қазір бұл бейнебаян 50 миллион қаралымға жақындап қалған. Ән хит болып, бейнебаянды барша қазақ жұрты тамашалаған сәтте Әлем Бенд тобы кезекті қылықтым әніне де Айжанды қайта түсіп, осылайша Айжан Байзақова қазақ шоу-бизнесіне де жаймен қадам басады. Бұл уақытта ол әнші ретінде Танир есімді репермен Холод деген трек жасады. Бейнебаянда Байзақова сол баяғыша төсін ашып, жалаңаш денесін көрсетеді. Сол жылы Байзақова құпия түрде жігітпен кездесіп жүреді. Ең қызығы сол жігіттен жүкті екенін Instagram арқылы хабарлайды. Бұл жаңалық көпшіліктің назарын аударды. Біреулер Айжан танымал дөкей, біреудің тоқалы десе, біреулер баланың әкесі блогер Жека деп ойлады. Себебі ол Айжанның қасында ең көп жүретін еді. Алайда екі блогер де мұны жоққа шығарды. Сол уақытта 60 жастағы Айжанның әкесін полиция қызметкерлері үйден алып кетіп қамауға алады. Айжан не үшін қамалғанын айтпады. Алайда отбасы қиналғанын, анасының шаршы түсіп қалғанын жасырмады. Оның айтуынша әкесі 1,5 жылдан соң бостандыққа шыққан. Алайда отбасымен бірге тұра алмай кетіп қалған. Ол түрмеде кезінде Айжан онымен мүлдем араласпаған. Алайда кейін бұл ісіне қатты өкінген. Тіпті ауырып қалып, 48 келіге арықтап кеткен. 2018 жылдың 1 желтоқсанында Алан есімді тұңғыш ұлын өмірге әкелді және аз ғана уақыт әлеуметтік желіден алыстайды. Бұл уақытта Байзақоваға қарсы шоу-бизнес өкілдері түрлі ақпараттық шабуылдар жасады. Мұхасан Шахзадай бір топ жігіттермен Айжанды соттау керек десе, Меламен тобы блогер Жан Ахмадиевке қамшы сыйлап, Алматы көшелеріндегі жезөкшелермен Айжан Байзақованы да сабашы, келерде 91 тобында қамшымен ұр деп айтады. Егер осыны істесең астыңа ат мінгіземіз деп мәлімдейді. Ал белгісіз бір әйел менің күйеуім Байзақованың жалаңаш фотолары мен видеоларын күнде көреді. Тіпті оны көру үшін Алматыға кетіп бара жатыр. Айжан деген бәле болды, көмектесіңдерші деп әлеуметтік желіге шығады. Ал Айжан болса күйеулеріңізге айтыңыздар, басты қатырмасын. Ешкіммен жолықпаймын деп Instagram арқылы жауап береді. 2019 жылдың мамыр айында Айжан Байзақова «Безумная женщина» комедиясында басты рөлді сомдайды. Фильм айтарлықтай танымал болмаса да актриса ретінде кезекті тәжірибе бола білді. Оның артынша ресейлік рэпер Гуфтың «Ала» деген музыкасының бейнебаянына түсіп, және де «Патруль» сериалында эпизодтық рөл сомдайды. Сол жылы Қазақстанда президенттік сайлау өтетін кезде Байзақова тағы да елдің назарын өзіне қаратты. Ол Салем Social компаниясымен бірге өзінің тойын арнайы түсірмекші болды. Яғни күйеуімді тойда көрсетемін деп арнайы дайындалған актермен кішігірім жалған той жасайды. Айжанның достары мұны шын той деп ойлады. Алайда той болып жатқан кезде Айжан мұның бәрі пранк деп баршаны таң қалдырады. Мұны көпшілік сайлау алдындағы елдің назарын аудару деп бағалады. Себебі Салем Social компаниясы көбіне осындай дүниелермен халықтың назарын басқа жаққа бұрады деп көпшілік айтуда. Сол жылы блогер қыз ескі пәтерін сатып жаңа пәтерге көшеді. Шығармашылықтан алыстамай бірнеше әндер жазып әлеуметтік желіге жүктейді. Бір қызығы Астарлы ақиқат бағдарламасында арнайы қонақ болып, өзі туралы ақпараттармен бөлісті. Сұхбат барысында оны түрлі сала өкілдері сынға алды, кейбірі қолдады. Бірнеше жылдан соң Обшуха подкастында Байзақова Астарлы ақиқат бағдарламасына әдейі шақырғанын және 2 миллион теңге гонорар төлегенін айтады. Мені сол бағдарламада жамандап ақыл айтқандар, түсірілімнен соң менімен суретке түсіп ризашылығын білдірді. Карантин уақытында Байзақова уақытын отбасына арнады және YouTube'тағы бір подкастта «Енді мен ана болдым, балам өскенде мен туралы жаман ойларға барғанын қаламаймын» дейді. Алайда өткен өміріне өкінбейтінін де жеткізді. 2021 жылдың басында ол ұлының әкесімен ара қатынасын үзгенін айтты. Олар неке құрмаған, тек жігіт қыз болып жүрген. Алайда әкесі ұлын көріп тұрады екен. Сол жылдың жаз айында Айжан інісі екеуі аналарына көлік сыйлайды. Ал Айжанның өзі Геленваген көлігін тізгіндейді. Блогер сол уақытта Супер бала шоу деген YouTube бағдарламада кішкентай балалармен сұхбат жүргізеді. Көрермендер Айжанды көріп қуанып қалды. Себебі ол өзіне жарасымды жабық киіммен сыпайы түрде балалармен диалог жүргізе алды. Сол жылы актриса Айжан Байзақова спортшы Қуат Хамитовпен бірге «Парти мальчик на побегушках» комедиясына түседі. Ал 2022 жылдың басында блогер қыз маска шоуына кәмпиттің образымен шығып баршаны таң қалдырды. Көпшілік масканың ішінде басқа арулар деп ойлады. Алайда Айжан шыққан кезде ерекше қошемет тұрады. Сол жылы Айжан жеке өмірінде Арыстан Нұрбек есімді жігітпен танысқанын және отбасы құрғанын хабарлады. Олар караокеде танысып, жақын араласқан. Ең қызығы, Нұрбекті Айжанның құрбысы ұнатып қалған. Ал Нұрбек Байзақованы бір көргеннен ұнатып қалған екен. Айжан болса оны құрбысына қосуға әрекет жасаған. Алайда Нұрбектің ғашық екенін білген соң өзі бетінен сүйіп, тартып алғанмын дейді. Көп ұзамай Нұрбек сүйіктісін ата-анасымен таныстырады. Айжан келін болған сәттен бастап қайнатасы мен енесі үнемі қолдап отырады екен. Осылайша жарасымды жұп той жасап үйленгендерін әлеуметтік желіде хабарлайды. Сол жылы Айжан жолда келе жатқанда көлікте бір жүргізушінің ауырып тұрғанын байқап оның алдына тоқтайды. Жаңағы кісі жүрегі ауырып келе жатыр екен. Өкініштісі көлігімен Айжанның машинасын соғып зақымдайды.
Бір жылдан соң ол Асадулла есімді екінші ұлын өмірге әкелді. 2024 жылы Айжанның інісі Алихан Байзақов күтпеген жерден тұтқындалады. Оған қылмыстық топтарға қатысы бар деген айып тағылған, алайда тергеуден соң босатылған. Бұл уақытта Айжан отбасымен бірге Астана қаласына қоныс аударады. Оның айтуынша қайнатасы мен енесі Астанада тұрады екен. Бастапқыда жаңа қалаға үйренісе алмадым, кейіннен қалыпты болды дейді. 2025 жылдың қазан айында Айжан үшінші рет жүкті екенін біледі. Тіпті көзіне жас келіп көңілі босап қалған. Бір жылдан соң үшінші рет ана танып, қыз перзентті өмірге әкеледі. Қазір ол отбасымен Астана қаласында тұрады. Бала қарап отырған болса да, жарнамалар мен фильмдерге түсуді де қолға алуда. Ол Финбет букмекерлік кеңсесін, Спортмастер киімдерін, Боржоми сусынын, Fish Fried мейрамханасын, Тиор Боутики шубаларын, Чао Мамми әйелдер киімін, Яндекс платформасын және көптеген брендтерді жарнамалаған. Блогер қызға жарнама беру құны $2000 басталады. Ал актриса ретінде фильмдер мен роликтерге одан көп гонорар айтады. Ол денесіне 6 тату салдырып, оның әрбірінің өз мағынасы бар. Ол саяхаттағанды ұнатады. Ең қызығы 22 жасқа дейін 12 елде болған. Көбіне достарымен бәске түседі. Ұтылып қалса қиын тапсырмалар орында. Мысалы, аттракциондарға мініп фобиясын жеңген. Айжан алдыңғы сұхбаттарында ешқандай дінді ұстанбайтынын айтқан болатын. Алайда күйеуі Нұрбек оның ислам дініне деген ықыласын оятқан. Мұны блогер қыз өзінің инстаграмында хабардар етті. Айжан Байзақова жас болуына қарамай өте еңбекқор, талапшыл әйел екенін көпшілік жақсы біледі. Ол бастапқыда жаман іс-әрекеттерімен ел назарын аударды. Алайда қазіргі таңда сүйікті жар, мейірімді ана, креативті блогер, талантты актриса ретінде көпшілікке үлгі болуда. Ол қазіргі таңда отбасылы әйел ретінде артық қылықтар жасамай, және перзенттеріне жақсы тәрбие беру керектігін жиі айтады. Демек, алдағы уақытта жақсы жаңалықтары көп болады деп сенемін. Достар, еңбегімізді бағалап пікір жазып, арнамызға тіркеліп қойсаңыз, алда тағы қызықты ақпараттарымыз жарық көретін болады. Бұл Хамид Official YouTube арнасы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.